Түркістан өңірінің таулы табиғатын суреттеу үшін қаншама құдіреттің қажет етілетінін салмақпен өлшеген тірі болмас сірә. Салмағын білмедім, ол үшін асқан шебер болуға жетақ. Күллі әлемнің таулы аймағындағы табиғаттың таңғажайып жаратылысын осы бір таулы аймаққа артығымен бере салғаны расымен де бір ғанибет. Сайрамшыңы, Сайрамсу шатқалы, Сайрамсу көлі, расымен де Сайрамсудың табиғат көркін әспеттеп суреттеп, тіпті қазақи майда тілмен бабына келтіріп, нақышын ақтара отырып айтып тауысу мүмкін емес. Тауға ентелей кіріп бара жатқан тас жол, міне, сөз атаулыда барлық мадақтың мағынасын беретін, сөздеріңде мақтауы жете бермейтін мекеніне бойлатып барады. Таулы аймақты аттамас бұрын бөктерге орын тепкен мың шейіт әулиенің шырақшысы Шымкент бай ақсақалдың амандығын біліп өткенде жөн санадық. Қазыналы қария 90-да алқымдаған текті төбе биіміз Төле бидің ұрпағы дін аман екеніне көзімізді жеткізіп, көкірегімізді қуаныш кернеп, Сайрам шыңына қарай жолға шықтық. Тас жолмен тауға қарай ентелей келеміз. Бірінен кейін бірі елелеңдей жол жатыр. Жапсарлас бізбен бірге таласа Сайрамсу өзені. Алдымыздан көлбеңдей Сайрамсу өзенінің кең әрі көрікті шатқалы шыға келді. Оңтүстік шығыста Сайрам шыңының ақұшар басы мұңдалап тұр. Теңіз деңгейінен биіктігі 4326 метр шамасында. Таудың көрікті мекендеріне тас жолды бітіріп барып ендік. Көздің қарашығы тойғанша армансыз таудың көркіне сусындап жатыр. Межелі жерге жетіп көлігімізді қалдырып жатырмыз. Ары қарай Сайрамсудың қызықты да әрі таңғажайып мекеніне сапарлайтын боламыз. Көлік тұрағынан шамалы жүрген соң жоғары соқпақ жол алдымен өзеннің сол жақ, кейін оң жақ жағалауымен жағаласып жатыр. Қырғилы жылғасын артта қалдырып барамыз. Шатқалдың екі беткейі табиғаттың сұлулығына тұнып ақ тұр. Көпшіліктің қызығушылығын арттырған мекен екені көрініп ақ тұр. Бір аяқ жолың шаңының аспанға шыққанын көргенде, жазықта, қыратта, белде, жотада барлығы біздің діттеген жерімізге жеткенше қатарласып келеді. Таулы аймақта жүріп үйренген жанға қиын емес, ал енді қаланың күйбең тірлігінен айырылмаған жанға қиын соғатыны ақиқат. Негізгі төменгі көлге таңғы салқынмен барған дұрыс. Түс мезгілі жолға шықсаң, күн нұры қақ маңдайдан түсетіні бар. Ол кезде жүрісте бәсеңдейді. Бірақ таудың салқын самалы мен ағысы тау қопарар өзеннің салқын лебі сіздің шаршағаныңызды лезде ұмыттырады.
сайрам судың оң жағалауы мен қап жайлауының жылғаларынан артта қалдырып жоғарылай бересіз. Бір сәт басыңды жоғары көтеріп, айналаға көз салсаң, нағыз ғажаптың өзі дерсің. Айналаң таңғажайып көрініске ие. Мейлінше қарап, мейіріміңді қандыра түсесің. Шөлде қалып суға шөлдеген жанның шөлін басқан, сағымданған мекен іспеттес. Бір сәт таза ауамен тыныстап кеудені керіп, демаласың. Естен кетпес қайталанбас әсер. Сол әсердің қуатымен бір шама жолда артта қалады. Жоғары қарай ентелей берсеңіз, межелі жеріңіз төменгі көлге де жетесіз. Ылдый қиындаған сайын басыңыз да төмендей түседі. Басыңызды жоғары көтергенде, алдыңыздан көгілдір аспан құлап түскендей кейіптегі мөлдір тау көлі көздің жауын арбай кетеді. Жарықтық табиғат ананың шеберлігінде сөз жоқ. Қазанша іспеттес шұқырда, жағалауындағы жылғалап аққан мөлдір бұлақ суларының жиынтығынан құралған осы бір әсем көлдің көркіне көзің тоймасы анық. Етегінен төмен қарай құлап аққан ағысының өзі ерекше. Жоғары жағы доғаланып, төменгі жағы сүйірленіп барып ерекше бір көріністі елестететіндей. Тіпті ең терең деген жерінің өзінен көлдің табаны көрініп тұрғаны. Әлсіз самалдың әсерінен әсем толқыны өзіне жарасып ақ тұр. Оң қапталынан жоғары қарай шамалап көтерілсеңіз, тасты аймақта қар мен мұз суынан пайда болған жоғарғы көлге тап келесіз. Бұл көлдің көркі төменгі көлге жетпесі анық. Тастақты жерде қар суы топтала қалған. Осы судың артқы ағыспен бірге төмен қарай құлай ағып төменгі әсем көлді дүниеге алып келгендей. Қос көлді көруге бірнеше сағат уақытпен күшіңізді жұмсауға тұрарлықтай. Ғажап, таңғажайып мекен екені даусыз. Көлдің төменгі жағында түсі ашық, жасыл және өте салқын болып келеді. Көлдің құсшар биіктіктен көрінісі құдды бір 8 санына немесе қандай да бір музыкалық аспапқа ұқсайды. Ал түсіне келер болсақ, ашық көкшіл және ашық жасыл болуы өте қызықты. Кез келген ауа райында көлдің түсі өзгеріссіз екі түске бөлініп тұрады. Атам қазақ бұл көлдің көрінісіне аңызға арқау ете білген екен. Ертеректе тау бөктерінде
бірлігі жарасқан ел тұрыпты. Осы елдің басшысы ерке қызын кішкентай кезінен көрші елдің ханына тастырып, бесік құда аталыпты. Уақыт өте келе қыз бой жетіп, әдемі, батыл да батыр болып өседі екен. Күндердің күнінде қос бұрымы тізесіне жеткен шақта бала күнінен досы болған кедей жігітке ғашық болып қалады. Екі жас ата-аналарының ақ батасын алып шаңырақ көтермек болады. Бірақ қыздың әкесі көрші ханға берген уәдесін алға тартып қарсылық білдіреді. Бір қиындықтың боларын сезген әке қызын көрші ханға ұзатуға қамданады. Бұл қиындықты сезген бойжеткен ғашығымен бірге қашуға бекінеді. Түннің бір уақытында жігіт пен бойжеткен өз ауылдарынан қашып кетеді. Қыздың әжесі өз батасын беріп, ашық, жасыл жүзік және жылан жүздес білезік сыйға тартады. Сыйлықпен тек қиын жағдайда қолдансын деп бұйырады. Ұзаққа қашып үлгермеген балалардың артынан әкесі қуып жетуге сәл қалғанда қыз ашық жасыл жүзігін шешіп лақтырған кезде жоғарғы көл пайда болады. Бойжеткен мен жігіт тағы да алыстап қашады. Бірақ әкесі тағы да жетіп алады. Сонда қашып құтыла алмайтынын білген қос ғашық шешім қабылдап, мәңгілік дүниеде бірге боламыз деп сөз байласып, қыз әжесінің берген жылан тәріздес білезігін алдына лақтырады. Осы тұста тау күңіреніп барып, алдымыздағы керемет көрініске еш шексіздіктің символына ұқсас 8 тәрізді көл пайда болады. Міне, аңызға арқау болған көлдің сол кездегі көрінісіне орай атам қазақ осылай аңыз желісін қалыптастырған. Аңызы мен ақиқаты ұштасқан мекеннің кез келген жанды өзіне тарта түседі. Әрбір алғаш келген жан бұл таңғажайып дүниені көру үшін тағы бір ат басын бұратыны рас. Себебі Түркістан өңірінің ерекше мекендерінің ішінде бұл көлдер мекені ерекше саналады. Сол ерекшесі мен кереметі, ғажабы мен сұлулығы тең түскен Сайрамсудың көлдері әлі талай уақыт өңірдің тұрғындарынан бөлек өзге де саяхатшыларды тамсандырар кезеңі ұзағынан болғай.